Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? 7 сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ғаламтордағы танымал сайттар. Сабақтың мақсаты мәтіндік және графиктік ақпаратты түсіндіре алады, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастыра алады. Олай болса, қымбатты оқушы, әдеттегідей ой қозғау әдісі бойынша сабағымызды бастаймыз. Суретке назар аударсаңыздар, бұл жерде әлемдегі ең танымал сайттардың рейтингісі көрсетілген. Жаңағы бірінші орында Google, одан кейін YouTube, Facebook, осылай кете береді, көріп отырғандай. Осы суретке мұқият назар аударып, бір сәт ойланып көрейікші, балалар. Жақсы, олай болса, біз тапсырмамызға көшейік. Бірінші тапсырма мәтіндік және графиктік ақпаратты түсіндіріңіз. Бірінші, мәтіндік ақпарат, мұқият тыңдаңыздар. Интернетті қолданушылар саны жыл сайын әлем бойынша және Қазақстанда да бірнеше есе артуда. Қазіргі таңда интернет желісінің кең өріс алуына байланысты веб-сайттар жасау жұмыстары маңызды іске айналды. Әрбір мекеме немесе жеке тұлға өзіне бизнесі жайлы жарнамалық мәліметтерді жылдам құрастырып, өзгертетін деңгейде болуы тиіс. Интернетте көруге болатын 1,5 миллиардтан астам ресурстар бар болғандықтан, олардың барлығын біз әрине біле бермейміз, Әдетте кейбір адамдар бірнеше сайттары бар. Олар үнемі қайта кіріп, осылайша олардың танымалдылығын арттырады. 2020 жылға арналған ең көп кіретін сайттардың таңдауын қарастыра отырып, сол туралы ақпарат бере кетуді жөн көріп отырмыз. Сонымен әлемдегі ең танымал 5 сайт тізімі, бұл балалар 2020 жылғы рейтинг. Бірінші орында YouTube.com, айына 8,564 миллиард адам қарайды екен. Екінші орында Facebook.com, айына 3,483 миллиард адам кіреді екен. Үшінші орында Wikipedia.org, айына 2,223 миллиард адам қарайды екен. Төртінші орында Twitter.com, айына 2,008 миллиард адам кіреді. Бесінші орында Amazon.com, айына 618 миллион адам кіреді екен. YouTube әлемдегі ең танымал бейне ресурсы, және оның бірінші орында тұруда таңғалдырмайды. Бұл ақпаратты дәлелдей түссек, сайтқа минут сайын 500 сағаттан астам бейне контенттің жүктелуі дәлел. Күніне 1 миллиардтан астам бейне қаралады екен. Интернет әлемдік компьютерлік желі. Ғаламтордағы шектен тыс қолданып, оған тәуелді болып кетуден абай болайық. Бұл балалар мәтіндік ақпарат. Енді графиктік ақпарат. Қымбатты оқушы, мына жерде рейтинг берілген. 2020-2021 жылғы әлемдегі танымал топ сайттар 10 сайт тізімі берілген. 2020 жылы, мына суретке көңіл бөлсеңіздер, бірінші орында Google.com болса, 2021 жылы бірінші орынға TikTok шыққан екен. Екінші орында Facebook болған, 2020 жылы, 2021 жылы екінші орынға Google, одан кейін үшінші орынға Facebook.com түсіп отыр. Осы суретті мұқият балалар зерделеп қараңыздар, Бұл біздің жаңа бірінші тапсырмамызды орындауда керек болады. Енді бірінші тапсырманың дескрипторы, балалар екі жаңағы мәтіндік ақпарат пен графиктикалық ақпарат екеуін қарастырып, бірге салыстыра отырып, біз шығармашылық жұмыс жазады екенбіз. Яғни бір шағын шығарма жазамыз. Ол 3 балды құрайды. Ал енді мәтіндік ақпарат пен графикалық ақпаратта берілген мәліметтерді екеуін бірге негізге ала отырып, талқылаңыз, талдау жұмысын жүргізіңіз. Бұл 4 балды құрайды. Сонымен бірінші тапсырманың жалпы балы 7 балды құрайды екен. Олай болса, қымбатты оқушы, жұмысқа кірісейік. Жұмыс сізге қиын болмайды деген сенімдемін. Енді қымбатты оқушы, екінші тапсырмамызды бастайық. Мәтін бойынша
проблемалық сұрақ құрастырыңыз дейді. Білгеніңіз жөн айдары бойынша проблемалық сұрақ не екенін анықтап алайық. Проблемалық сұрақтар құрастыру мақсаты, қойылған сұрақтар логикалық талқылауды қажет етеді екен. Сонымен қатар нақты дәлелді талап ету керек. Яғни балалар, проблемалық сұрақ дегеніміз жаңағы ашық жабық сұрақ болды ғой, сол олай емес. Әрбір сұрақтың логикалық бір керемет талқылауды қажет етіп тұру керек. Мысалы қараңыздар, тақырыпқа байланысты мен бір мысал келтіріп қойдым. Ғаламтордағы танымал сайттар жастар өміріне қаншалықты әсер етеді. Яғни тақырыпқа байланысты мен сұрақ қойдым. Сол тақырыпты мына сұраққа жауап беру үшін сіздер біраз бір мағлұмат іздеп дәлел айтуларыңыз керек. Яғни бұл проблемалық сұрақ. Осы тектес болуы керек. Яғни екінші тапсырманың дескрипторы бірінші тапсырманы негізге ала отырып, яғни қымбатты оқушы, сіздер бірінші тапсырмада мәтіндік және графикалық екі ақпаратты біріктіріп бір шағын шығарма жаздыңыздар. Ана екі ақпаратты біріктірген сол өзіңіздің жаңа жазған шығармаңыз негізінде, біз шағын шығарма жаздыңыз ғой, соның негізінде өзіңіз жасаған сіз 3 проблемалық сұрақ құрастыруыңыз керек. Бұл 3 балды құрайды. Яғни балалар, тағы да қайталап айтам, бірінші тапсырмадағы мәтіндік және графикалық ақпаратты орындадыңыз ғой, өзіңіз орындадыңыз. Екі ақпаратты қосып бір шағын шығарма жаздыңыз. Сол өзіңіздің дәптеріңіздегі шығарманы негізге алып 3 проблемалық сұрақ құрастырасыз. Сіздің сұраққа біз оны талқылауды қажет ету керек, нақты дәлел фактыларды қажет ету керек. Проблемалық сұрақ дегеніміз сол. Олай болса, қымбатты оқушы, іске сәт 3 проблемалық сұрақ құрастыру сізге қиындық тудырмайды деген сенімдемін. Олай болса, қымбатты оқушы, сабағымыз аяқталды. Рефлексия. Мен сіздерден енді кері байланыс ретінде лайк басуды сұраймын. Лайк басу арқылы мен сіздерге сабақтың қаншалықты ұнағаны, түсінікті болғанын біліп отырамын. Олай болса, қымбатты оқушы, қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Амандықта жүздесейік.